Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Биылғы 2023 жылы «Бір ел бір кітап» республикалық акциясы аясында белгілі жазушы, қоғам қайраткері, драматург Төлен Әбдіковтің шығармаларын оқу ұсынылды. Осы орайда балалар әдебиеті бөлімі қазақ прозасының пырағы атты тақырыбында көрмені назарларыңызға ұсынады. Көрмемізде Төлен Әбдіковтің таңдалмалы шығармалары ұсынылған. Солардың бірі «Он қол әңгімесі». Төлен Әбдіков «Он қол әңгімесін» 25 жасында жазған. Әңгіме психиатриялық ауруханаға түскен 17 жасар Алма есімді қыз туралы. Қыз қалың ұйқы құшағына кеткен сәтте оң қолы өзін қылқындырып өлтіруге бағытталады. Дәрігерлер аурудың алдын алудың сан түрлі амалын жасағанымен ауруына бөгет бола алмайды. Ақырында Алманы емдеуші дәрігер Алманың қолын кесу керек туралы шешімге келеді. Шығарманы толығырақ оқығыларыңыз келсе, балалар әдебиеті бөлімі сіздерді күтеді. Ауданға жатып, самолет 2 күннен бері болмаған ба? Адам деген аэропортта толып жүр. Почта алуға кеткен жас бала Қожекеңді бұрын соңды бір жерден көргендей кепкасын қайта-қайта маңдайынан көтереді. Ассалаумағалейкум! Қожабек аға, қалыңыз қалай? Қожабек аға, ассалаумағалейкум. Кешіріңіз, қалмай қалдым. Қалыңыз қалай? Ой, сізге бармай. Мен ауылға дейін ана кетіңдер.